Assalamu alaikum брифинг катнашуучулары. Өзбекстан Республикасы мектепке шекемге һәм мектеп билим берүү министринин 2024 жыл 7 августтагы 246 санын берүүгө һәм Өзбекстан Республикасы мектепке шекемге һәм мектеп билим берүү министринин 2025 жыл 31 январдагы 34 санын берүү тикарында улумна билим берүү мекемелеринде башлауыш талим һәм инглиз тили окутуучулары үчүн кәсиптик раважлануу күнү һәм кәсиптик раважлануу сааттары илажлары системалуу түрдө энгизилген эди. 2025 жылы январ айында инглиз тили пән бағдары бойынша Қазақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында мастер тренерлар тарапынан 29 тәжірибелі ментор оқытушылар үшін 18 сағатлық семинар тренинг жүргізілген. 2025 жыл 31 январ айынан бастап улума білім беру мектептерінде ментор оқытушылар тарапынан кәсіптік раважлану күні илажлары жүргізілген болып, бұнда 719 жетекші оқытушылар қамтылған еді. Һәм сол жетекші оқытушылар тарапынан 2784 инглиз тили окутуучулар катнашында кәсиптик раважлануу сааты чыныгуулары өткөрүлдү. Бул илажлар тикарында 8 тикарга сороого арналган жами 42 сааттык мөлчерленген кәсиптик раважлануу күнү һәм кәсиптик раважлануу сааты чыныгуулары өткөрүлдү. Ал быйылгы 2025 һәм 2026 окуу жылынын 11 октябрден башлап 78 саатка мөлчерленген кәсиптик раважлануу күнү һәм кәсиптик раважлануу сааттары илажларынын экинчи баскычы башланды. Кәсіптік раважлану күні илажлары Қазақстан Республикасының таянç сыпатында белгіленген 19 улум орта білім беру мектептерінде 30 тәжірибелі ментор оқытушылар тарапынан алып барылмакта. Бұл илажға 717 жетекші қамтылған болып, һәм бұл жетекшілер тарапынан кәсіптік раважлану сааты илажлары чөлкемлестіріліп, жами 2332 инглиз тили оқытушылары қамтылып алынған. Бұл илажлар давамында оқытушыларымыз жеке һәм кәсіптік раважлану, сабақты талдау, өзін өзі бақылау һәм рефлексия жүргізу сияқты ахметлі компетенцияларын қалыптастыру имканиятына ие болады. Сондай-ақ сабақты кірісу, тикарға һәм жұмақлаушы басқышларға дұрыс ажырату, уақытты нәтижелі бөлістіру һәм әрбір басқыш үшін сәйкес методларды таңлау бойынша әмейлі көнікпелер бекемеленіп бармақта. Жұмақлап айтқанда, кәсіптік раважлану күні һәм кәсіптік раважлану сааты илажлары оқытушыларымыздың кәсіптік шеберлігін арттыру, заманауи педагогикалық технологияларды әмелиятқа енгізу және де нәтижелі білімдендіру орталығын жаратуда ахметлі құрал сипатында жұмыс алып бармақта. Бұл процестің давам еттірілуі білімдендіру сапасын және де арттыру һәм білімдендіру системасының тұрақты раважлануына тикар бола алады. Диққатларыңыз үшін рахмет.